Жоспардағы сұрақтар. Бірінші, зар заман поэзиялық ағымы қалыптасуының алғышарттары. Екінші, зар заман дәуірі поэзиясының мазмұны мен идеологиялық құндылықтары. Үшінші, Дулат Бабатайұлы. Төртінші, Шортанбай Қанайұлы. Бесінші, Мұрат Мөңкеұлы. Алтыншы, Әбубәкір Кертелі. Зар заман поэзиялық ағымы қалыптасуының алғышарттары қазақ халқының 18 ғасырдағы тәуелсіздік үшін күресі ерлік дәуірі деп аталды. Сол кездегі жыраулар жас ұрпақты жаудан қаймықпай қарсы тұруға, табандылық пен ерлікке шақырды. Эпикалық жанрда жыр толғаған Ақтамберді күлдір де күлдір кісінесіп, күреңді мінер ме екенбіз? Жалаулы найза жанғалып, жау қажырар ма екенбіз деп халықты қаһармандық рухқа үндейді. 19 ғасырдың басында қазақ әдебиетінде бұрынғы әншілік, жыршылық дәстүр біртіндеп ығыстырылып, оның орнына жеке поэзиялық шығармашылық ала бастады. Бұрын батырлардың ерлік істерін дәріптеу басым болып келсе, 19 ғасырдың басынан бастап күнделікті өмірдің әртүрлі салаларын қарапайым адамды, оның ішінде дүниесі мен мінез-құлықтары жыр ету жаңа бастама қалыптасты. Бұл отаршылық саясатқа қарсы ұлт-азаттық қозғалысты, халықтың қасіретін жырлаған ағым еді. 19 ғасырда қазақ-жоңғар соғыстары аяқталып, еділ қалмақтары мен Алатау қырғыздарының жорықтары тоқтатылған болатын. 1755 жылғы қазақ башқұрт шиеленісінен кейін екі туыс бауырлас халықтар арасында бір шама жылым орнатылғанымен, ол оқиға әлі ұмытылмаған еді. Сонымен қатар қазақ даласында әскери бекіністер мен округтік орталықтардың құрылысы жүріп жатты. Кіші және орта жүз қазақтары ежелден бері көшіп қонып жүріп, бірқатар жерлеріне қуып шығарылды. Мұның өзі бұрыннан қалыптасқан көші-қон жүйесін бұзды. Патша өкіметінің жерді баса көктеп таратып алуы салдарынан көптеген қазақ рулары дәстүрлі мал шаруашылығымен айырылды. Бір кездегі дамыған көшпелі мал шаруашылығы тұйыққа тіреліп, күрт құлдырай бастайды. 1822-1824 жылдары хандық билік жойылып, оның салдарынан кіші жүз, орта жүз қазақтардың өздерінің дәстүрлі мемлекеттілігін айырып қалды. Қазақстан бірте-бірте Ресей империясының отарына айналды. Бөкей ордасында хан билігі 1845 жылға дейін сақталғанымен, патша империясы толық тәуелді болып, әскери бекіністер қоршауында қалды. 19 ғасырдың бірінші жартысында Қазақстан аумағында отарлық іс-әрекеттер күшейе түсті. 1810 жылы патша өкіметі кіші жүз жерінің бір бөлігін тартып алып, жаңа ел шебін құрды. Қазақтар 600 мың десятина жуық ең шұрайлы жайылымдарынан айырылды. Жергілікті тұрғындар ол жерлерден күштеп ығыстырылды. Жергілікті халық өз жерлерін өздері жалға алып, ақы төлеп тұратын болды. Осы оқиғалардың барлығы Исатай Тайманұлы және Махамбет Өтемісұлы, Кенесары Қасымұлы, Нұрмұхаметұлы, Көтібарұлы бастаған бірқатар көтерілістің бастауларына себеп болды. Бұрынғы ел басқару жүйесінің жойылып, отаршылдық биліктің орнауы 19 ғасырдың қазақ ақындарының шығармаларында басты тақырыпқа айналды. Зар заман дәуірі поэзиясының мазмұны мен идеологиялық құндылықтары. Жазушы Мұхтар Әуезов атап кеткендей, зар заман дәуірінің ақындары 19 ғасырдың ортасына дейін елдің өткен еркін өмірін аңсап, ұлттық рухани құндылықтарынан ажырамауға шақырды. Халықтың тағдырын мұң-зарымен жырлады. Олар патшалық Ресейдің отарлық өктемдігіне, халықтың өз жерлеріне ауыр жағдайда түскеніне көнбеді. Зар заман ақындарының елінің ертеңі үшін алаңдады. Өткені сағыныш пен аңсаумен еске алды. Ұлыс басшыларының парақорлығы, кейбір қазақ билерінің әділетсіздігі, қоғамда белең алып, жала жабу, өсек айту тағы басқа сынға алынды. Бұл тығырықтан шығу жолын кейбір ақын
о дүниемен ғана салыстыруға барды. Ел басына күн түскен қасіретті ақыр заманмен тең еді. 19 ғасырдың бірінші жартысында патша өкіметінің отарлау озбырлығы күшейді. Ұлт азаттық көтерілістер басып шаншылғаннан кейін халық ертеңгі күнін сенімсіздікпен қарады. Зарзаман ақындар шығармаларында негізгі отар идея ел бірлігі мен мемлекет тұтастығы. Біз бірлік берекеден айырылып барамыз, бүйте берсек құримыз деп, қайғы мұңға берілу сарыны да байқалды. Олар отаршылдықты айыптап, қазақтарды ұлттық санасынан, халықтың болмыс бітімінен ажырамауға, салт дәстүрді бұзылмауға, қалпын сақтауға үндеді. Зарзаман дәуірі ақындарының шығармаларының негізгі теологиялық құндылығы өткен және бақытты кезеңді мұқият түсіну арқылы қиындықты жеңіп, келешекке ұмтылу, халық рухын көтеру болды. Бұл дәуірдің ақындары өлеңдерінде патша өкіметінің әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени, шаруашылық отаршылығына ашық түрде қарсылық білдірді. Қазақ халқының азаттық жолындағы күресі ерекше шабытпен жырланды. Зарзаман дәуірі ақындарының көз алдында дала тұрғындарының әлеуметтік экономикалық жағдайы күрт нашарлады. Олар заман куәгерлері ретінде патша өкіметі қазақтардың жерлерін тартып алу салдарынан мал жайылымдарының тарылуы, отаршыл биліктің озбырлығы, әртүрлі дәрежедегі шенеуніктердің парақорлығы сияқты келеңсіз құбылыстарды жырға қосты. 19 ғасырдың 40-60 жылдарындағы поэзияның жарқын өкілдері қатарында Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлын қосуға болады. Олар Зарзаман дәуірінің ақындары аталды. Дулат Бабатайұлы ол Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданында дүниеге келген. Отарлық озбырлықтың күшейгенінен 1822-24 жылдары хандық биліктің жойылуын, округтық отарлық құрылуынан 1867-68 жылдар әкімшілік реформаларда ұлт азаттық көтерілістерді көзімен көріп, жанымен сезінген Дулат Бабатайұлы өз өлеңдерінде халықтың басына түскен ауыртпашылықты жырлайды. О Сарыарқа атты өлеңінде қазақтың ауыр жағдайын суреттейді. Кеңесбайға, Бараққа деген өлеңдерінде әкімдердің жағымсыз образын сипаттап ашық айтады. Өз халқын жаудай талаған, сатылаған әкімдерді отаршылаушылардың қолшоқпарына айналды деп айыптайды. Ақын ұлы Абылай заманындағы қазақ хандығы қалпына келтірілген күндері армандайды. Ол өзінің шығармаларында халық еркіндігі үшін күрескендерді мақтап өтеді. Ақын өсиетнама өлеңінде халықтың өткен өмірі жырлады. Ол кезде далалардың өмірін реттеп отыратын салт дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, заңнамалық маңызы зор еді. Жаңа дәуірде дәстүрлі қазақ қоғамы дағдарысқа ұшырап бара жатқан ақын күйінішпен жеткізеді. Дулат Бабатайұлы біртұтас қазақ хандығының жерін Ресей империясына беріп қойған хандар мен сұлтандардың іс-әрекетін патшалық өкіметке қызмет еткен жергілікті шенеуніктерді сынады. Шортанбай Қанайұлы Зарзаман кезінде белгілі ақын, Қазақстанның оңтүстік өңірінде дүниеге келген. Ол өз дәуірінің көрнекті ақындарының бірі. Өзінің жырларында ақын қоғамның әлеуметтік құрылымды өзгеріске ұшыраған сырын ашып, кедей байға жіктелуін күшейгені туралы айтады. Ресей империясының отарлау саясаты салдарынан халық саяси, экономикалық және рухани езгіге ұшырады. Осы кезеңнің ауыртпашылықтары туралы Шортанбай Қанайұлы Зарзаман атты өлеңінде мұңды жыр толғайды. Ел ішінде кең таралған осы өлеңнен бастап олар Зарзаман ақындары ретінде таныла бастайды. Ақын өлеңдерінде елдігінен, мемлекеттік жүйесінен айырылған, отарлық жағдайға түскен халықтың ащы зары мен өшпес өкініш жырлайды. Зарзаман өлеңінде қазақтардың Ресей бодандығына қабылдануы үдерісіне қарсылығын білдіріп, патша өкіметі отарлау саясатын теріс салдары, шоқындыру, шаруашылықтардың жаппай қоныс аударуы, әскери шептер мен бекіністер салынуын батыл айтады. Шортанбай қазақтың егіншілік көшуімен дәстүрлі мал шаруашылығының нұқсан келеді деп түсінеді. Ақын жаңа өмір салты халықтың қалыптасқан сана сезіміне қайшылық әкелгенін, елдің психологиясы мен тұрмыс тіршілігіне жағымсыз өзгерістер туғызған сынға алады.
билер пара жеменде деген өлеңінде ақын ел ішіндегі әлеуметтік мәселелерді жырға қосып төрелік айтқан билердің парақорлық қылықтарын айтады. Шортанбай әрдайым дін қағидаларынан тірек етіп, діннен қорғаныс іздейді. Ол азаматтарға ислам құндылықтарын естен шығармай, парыздарын орындау қажеттілігін еске салады. Ақын өз дәуірінде риза болмай, үмітсіздіктен өкініп жырға қосады. Зар заман зарлап өткен бір заман. Жөн білмеген жамандар, ел билеген бек болды, көтере алмай билігін, ұласқан үлкен кек болды. Шортанбай өз замандастары арасында суырып салма айтыскер ақын ретінде танымал. Кезінде ол Орынбай, Шөже ақындарымен сөз сайысына түсіп, елдің есінде қалған. 1888 жылы Шортанбай ақынның кейбір шығармалары Қисса, Шортанбай, Балазары Қазан қаласында жарық көрді. Кейінгі жылдары олар 5 рет қайта басылып шықты. Мұрат Мөңкеұлы дәуірдің айтулы өкілдерінің бірі Мұрат Мөңкеұлы болды. Ақын Қазтуған, Үшқиян жырларында елде жаппай қоныстанушылар пайда болып, қазақтарының жерінен айырылғанына қатты күйінді. Бұдан құтылудың бірден бір жолы жайсыз мекеннен құтты мекенге көшу жайлы қоныс іздеу. Ақын елдің бірлігі, жерін сақтап, бұрынғы дары билеушілер саясатының арқасында отарлауға жол берілмеген өткен күнді еске түсіреді. Сарыарқа өлеңінде Мұрат Мөңкеұлы отаршылдық саясатының салдарынан туған халықтың ежелгі қонысын айналдырған ашық түрде айтады. Сонымен бірге ақын күнделікті өмірде исламның алар орнына зор мән береді. Бұл мұсылмандықты күшейтуге рухани қорған ретінде көреді. Мұрат Мөңкеұлы Үшқиян өлеңін Ресейдің Қазақстанды жаулап алуы мен отарлауының кезінде қазақ халқының ауыр жағдайын шынайы суреттейді. Елді таратып алғаны, етекке қолды салғаны, жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны, ойдағысы болғаны. Үшқиян толғауымен жер құтты қоныс жайлы әдеттен қапы дүние-ай, Қазтуған жырлары үндес келеді. Одан қайтқан азаматқа өлеңіне білімді игермейінше елдің өркендемейтінін айтады. Ақын елінің тәуелсіздігін аңсап, отаршылдық билікке қарсы жыр жолдарын арнады. Кең қоныс қайдан іздеп таптырады атты жыр ақынның отаршылдық өршілі рухани білдіреді. Әубәкір Кедерұлы аса дарынды ақындарының бірі. Қазіргі Батыс Қазақстан облысында дүниеге келді. Ол өз заманын оған білімді азаматы ретінде Орал, Ақтөбе, Ор қалаларының маңында қазақ ауылдарында ұстаздық етіп бал оқытты. Оның өлеңдер жинағы 1905 жылы Қазан қаласында басылып шықты. Ақын өз поэзиясында бұрынғы ел билігін қазақтың ешқандай алауыздыққа бой алдырмайтын кезін аңсайды. Ақын өзінің шығармаларында ислам іліміне көп назар аударып, қазақ даласында дінді нығайтуға қолданылады. Зар заман ақындарының елді жай-күйін ойлаған ұлт қайраткерлер ретінде танылады, ұлттық әдебиет тарихында лайықты орын алады. Олар өлеңдері арқылы патша өкіметінің әскери отаршылық әрекеттерінен, бұрынғы емін-еркін өмірінен айырылған қазақ халқының қайғылы тағдырын кейінгі ұрпаққа жеткізеді. Үйге тапсырма: инцерт кестесі арқылы зар заман ағын өкілдерінің қоғамдық саяси тұжырымдамаларын жасаймыз. Екінші шығармашылық тапсырма: зар заман өкілдерінің шығармашылығы жайлы эссе